Безбүйрек. Жұмыстан түскі үзіліске үйге келген Нағима есікті ашып үйге кірді. Түкпірдегі бөлмеден шырылдап жылаған жас сәбидің даусы естілді. Не қылған сәби деп бөлмеге келсе, кереуеттің үстіне қоя салған құндақтаулы бала жылап жатыр. Үйде ешкім жоқ. Мына баланы кім әкелген, кімнің баласы мұнда жатқан деп ойлап үлгерместен Нағима шырқыраған балаға жақындады. Ана сәби қатты жылағаннан ба бет-аузы қызарып кетіпті. Баланы қолына ала бергенде тілдей қағаз қасында жатыр екен. Нағиманың көзі соған түсті. Бұл қағазда бұл үйді 2 жыл көрмей кеткен, жоғалды деп іздеу салған қызы Камиляның айдақтатып жазған сөздері тұр. Амандық жоқ, саулық жоқ, былай депті. Мама, бұл бала сенің немерең, менің балам, мен сендерге әдейі әкелдім. Далаға тастаған жоқпын, мама. Сендерге әкелдім. Маған бұл бала керек емес. Камила, 1994 жыл, 22 тамыз. Нағима мына безбүйрек қызының қылығына күйіп кетті. Ойпырмай, не айтуға болады? 2 жылдан бері жоқ еді. Қайдан келді, қалай келді? Мына баласы несі тағы? Әшейінде жұмыстағы әйелдермен бірігіп шай ішкен күні түске үйге келмейтін. Ал келмей қалса мына бала сонда үйде жатып жылап-жылап өліп қалмай ма? Есіктің кілтін де өзгерткен еді. Есікті қалай ашқан? Мына қыздың басында әлі ми жоқ-ау. Маған жұмысқа келіп неге айтпаған? Немесе Жамиляның жұмысына неге бармаған? Енді мына балаға сүт керек, оны қайдан табам? Нағиманың аяғы бір етікке тығылғандай болды. Дереу үйдегі телефоннан үлкен қызы Жамиляның жұмыс телефонына қоңырау шалды. Ол көтере қоймады. Бала болса шырқыраған үстіне шырқырады. Ойпырмай, осы көршілерде кішкентай баласы бар кім бар екен? Барып кеңес сұрайыншы деп ойлады. Екінші ме, жоқ әлде үшінші кіре беріс есікте бір жас әйел баласын арбаға салып шығаратын еді. Мүмкін маған кеңесін берер, қандай сүт, қандай тағам берерімді білмеймін деп ойлап, құндақтаулы баланы ұстап сыртқа шықты. Іздеген әйел тура далада жүр екен баласымен. Қолындағы құндақтаулы жылаған баламен сол әйелге келді. Менің бір безбүйрек қызым бар еді. 2 жыл болды жоғалып кеткеніне. Не өлісін, не тірісін білмей жүр едік. Бүгін мен жоқта үйге келіп, мына баланы маған тастап кетіпті. Не істерімді, не тамақтандырарымды білмеймін. Жас бала бақпағаныма қанша жыл. Ол қыз қазір 25-те. Мен де сол 25 жыл бала ұстаған жоқпын. Сіз маған кеңес беріңізші. Дәл қазір мына балаға не беруім керек? Көмектесіңізші, деді Нағима әбіржіп. Жас сәбиі бар орыс әйел. Ой, голубушка моя, ой деп құндақтаулы балаға қарап аянышын білдірді. Үйге барайық, үйде менің баламның жасанды сүтінен бір нәрсе қылып тамақтандырайын. Әбден қарны ашқан шығар, немесе асты суланып, жиркеніп тұрма. Үйге барайық деп, өз баласының арбасын сүйрей алға түсіп, Нағима оның соңынан жүріп, солардың пәтерлеріне келді. Нағима мына көрші әйелдің мейірбандығына риза болды. Өз баласына қоя сала, дайындаған сүтті бөтелкеге құйып балаға берді. Бөтелкедегі сүтті қомағайлана жұтқан сәби жылағанын қойды. Көрші әйел баланың аяқ-қолын жаялықтан босатты. Расында суланып қалған екен. Мына бала қыз бала екен. Түріне қарап өзім де ойлағанмын. Қыз-ау деп. Дұрыс таныппын. 1 айлық немесе 1,5 айлық болуы мүмкін. Енді бұл баланы не істейсіздер деп сұрақ қойды Нағимаға. Сіздің былайынша немереңіз ғой. Білмеймін. Басым қатып тұр. Қазір маған сіз айтыңыз, қай жерге барамын, қандай тамақ, немесе сүт тамақ аламын. Жұмыстамын, түскі үзіліске келген едім. Үлкен қызымның телефонына жауап бермей тұр. Жұмысқа барып бастығыма да ескертуім керек. Тіпті білмей тұрмын. Үлкен қызыңыздың баласы бар ма еді? Деп сұрады. Жоқ, ол қыз әлі тұрмысқа шықпаған. Қызметте, мына жердегі орталық кітапханада жұмыс істейді. Сіз қазір мен жазып берген тағамды алыңыз, жұмысыңызға да ескертіңіз. Мен балаға 1,5 сағаттай қарай тұрайын. Одан әрі қарауға шынында мүмкіндігім жоқ. Мектептен ұлым келеді, сабағын қараймын, кешкі ас дайындаймын. Ана өзімнің сәбиім бар, деді көрші әйел.
Ой, рахмет, осы көмегіңе көп рахмет. Я, мен барып бәрін алып келейін. 1,5 сағаттың ішінде келемін деп Нағима ерперектеп есікке беттей бергенде жаңағы көрші әйел тағы да: балалар дәрігерін шақыртыңыз, денсаулығын көрсін. Сол дәрігер де сізге өз айтады, балаға әрмен қарай не істеу керектігін. Бұл міндетті түрде, деді. Я, деп Нағима есіктен шықты. Нағима Кентау қаласында әжептәуір сауда базасында тауар жүргізушісі болып жұмыс істеген. Күйеуі қалалық сүт зауыты директорының орынбасары болды. 2 қызы Жамиля мен Камиля дүниеге келді. Жас мамандарға ол кезде пәтер берілетін. Пәтер де алды. Тым жақсақ отбасы болып, 10 жылға жуық отасқан кездерінде араларына шайтан кіріп кетті ме, күйеуі бір күні: Нағима, мен саған қиын болса да бір шындықты айтайын. Менің басым бір бәлеге шатылды. Енді бұдан құтылар емеспін. Бұл үшін өзімді жерледім де. Жұмыста лаборант Баршай деген әйелмен байланысып қалып едім. Ол енді менен екіқабат екендігін айтады. Егер мен сенімен ажыраспасам, оған үйленбесем, ол проткомға айтып, менің коммунистік әдебімді талқыға салып, мені партиядан шығармақ. Ал партиядан шығу, бюроға түсу, өзің білесің, ол жақсы болмайын деп тұр. Одан кейін жұмыстан кету керек. Ал мен жұмыстан ондай жағдаймен кеткенше, одан да өлгенім артық. Нағимаш, сен маған ұрса бер, ренжи бер, бәрін жасай бер, сенікі дұрыс. Я сам дурак, кешір мені. Осылай болып қалып тұр, деді. Нағима тілі байланып үндей алмай қалды. Өйткені күйеуінің өзге әйелмен көңіл қосуы Нағима үшін күтпеген, тіпті болжамаған нәрседі. Әдетте ер адамдар бөтен әйелмен көңіл қосса, үйге қонбай, не жұмыстан кеш келіп, не әйелі не болмашы нәрседен кінә тауып сөйлеп, мінез көрсетеді дейтін. Тұрсында оның бірі де болған жоқ. Қайдағы өзге әйелмен көңіл қосу? Түсініксіздеу. Енді өз аузымен айтып тұр ғой, ешкім қинаған жоқ. Демек ол шындық. Өзге әйелмен байланысса, онда сол әйелді жақсы көргені. Ал жақсы көрсе, онда күйеуінің аяғына неге тұсау болмақ? Бәрібір кетеді емес пе? Кете берсін. Нағиманың сол кездегі ойы осы болды. Көп үнсіздіктен кейін Нағима диванда не істерін білмей отырған күйеуіне: жолың ашық, бара бер, мен рұқсатымды бердім, деді. Тұрсын әйелінің айқайлап ұрсар деген, оның бірі болған жоқ. Бұл оған одан сайын ауыр болды. Жаны күйзелген үстіне күйзелді. Мен бәрібір сендерге, қыздарыма көмектесіп тұрамын. Я, көмектесемін, деді. Бұдан әрі не айтарын білмей далбалақтап. Керегі жоқ, ешкімнің көмегі қажет жоқ. Ал қыздарыңа не дәлел айтасың? Саған сол қиын болады. Мен сендерді қатты жақсы көремін деп, енді оларға айта алмайсың, деді Нағима барынша салқынқандылықпен. Блин, не істеймін мен енді, не істеймін? Сам не хочу уйти. Она заставляет меня. Басым қатты батты. Мүмкін маған бүйткенше өле салу керек шығар. Мұны о баста сол әйелмен бірге болғанда ойлануым керек еді. Неге айқайлайсың маған? Бар дедім ғой, бар. Нағима да енді дауыс көтерді. 1 айдан кейін күйеуі Тұрсынбек Нағимамен ажырасып, қызметтегі лаборант әйел Баршаймен үйленіп, сол әйелдің үйіне кетті. Әкесінің өзге әйелге кетіп қалуы кіші қызы Камиланың жүйкесіне қатты әсер етті. Ол ылғи үйде айқайлайтынды шығарды. Папа жаман, папа бізді жақсы көрмейді деп болмастан бақырып жылайтын. Ол кезде балаларды психолог көріп, емдеу деген жоқ. Ал Тұрсын үйге келіп қыздарына сыйлық әкеліп, бетінен сүйейін десе, үлкені Жамиля да емес, кіші қызы Камиля одан сайын бақыратын. Киет деп айқайлайтын. Әкелген сыйлықтарын терезеден далаға лақтырады. Бұған анасы Нағима түсіндіріп, бір нәрсе айтайын десе, тыңдау қайта шешесін төмпештеп ұра бастайды. Сен сұлу емессің, сен жамансың, содан соң папам сенен кетіп қалды, кінәлі сенсің, дейді. Мектепте 1-2 сыныптарда кімнің әкесі болса, сол қызды жек көріп жүрді. Онымен дос болғысы келмейді. Кімнің папасы жоқ болса, сол қызбен бірге болғысы келетін мінезін де аңғарды Нағима. Тұрсынды өзіне үйлендірген Баршай
әккі әйел болып шықты. Ол ешқандай екі қабат болмаған, бірге тұрғанда да бала көтермеді. Тұрсынмен бірге қызметтес болған басқа бір әйел Нағиманы көргенде бір сыр айтты. Меніңше, Тұрсын Сейітович Баршаймен бірге болған да жоқ шығар. Облыстан тексерушілер келген. Директор Жоламан Жақсылықович, Тұрсын Сейітович, бас есепші Шакира Әлжанова және лаборант Баршай бәрі дастархан жайып күткен. Баршай жас болған соң тексерушілерге қызмет етуді тапсырған. Шай құйып, тамақ әзірлеп дегендей. Сонда ол әйел мүмкін Тұрсынға ұйықтататын дәрі беріп ұйықтатыпты-мыс. Баршай қасында болып, бірге диванда төсектес болдық деп, содан соң екі қабатпын деп өтірік айтқан. Біздің адамдар солай деп сыбырлап жүр, ал Баршайдың өз есебі бар. Ол Тұрсындай отбасына адал, қамқор жігітті өзіне қарату, ал енді кәне туған баласы. Баршай Тұрсынға бақ болмады. 2 жылдан кейін Тұрсын көлік апатынан қайтыс болды. Оның да көп күмәні бар сияқты деді білетін жұрт, бірақ ешкім артынан қазбаламады. Сөйтіп Нағима 2 қызын өзі өсірді, өзі оқытты. Үлкен қызы Алматының Қыздар институтының кітапханашы факультетін бітірді. Ал кіші қызы мектептен бастап тәрбиеге көнбей, өзінше қиын болып өсті. Оқуды оқығысы келмеді. Нағиманың жүрегін ауыртқан қызы осы болды. Бұдан 2 жыл бұрын жергілікті полиция келіп, үйді тінтіп, ақтарып, әлек-шәлегін шығарды. Қызыңыз анаша сатады екен. Топтарынан ұсталған бір қыз есімін айтқан. Камиля Тұрсын қызынан алдым деп. Қызыңыз қайда, тауып беріңіз деп есіктің алдын 3 күн күзетті. Камила із-түссіз жоқ. Ақыры полицейлер Нағимаға қызым жоғалды деп арыз бер, суретімен деген солардың айтуымен полицияға арыз берді. Сол кеткен қыз хабарсыз болды. Көрдім, білдім деген ешкім жоқ. Енді міне, бүгінгі ісі мынау. Туған сәбиіне қарамай тастап кеткен. Далаға тастағаным жоқ деп міндетсініп жазғанын қарасайшы бұл. Жәмила тұрмысқа шықпаса да, бұл сәбиді өзінің атына жаздырып, баланы күтіп бағуға 2 жылдық демалыс алып бақты. Қызға Айлан деген есім берілді. Сөйтіп шешесі екеуі кішкентай Айланды бағып-қағып еркелетіп өсірді. 3 жасқа келгенде балабақшаға берді. Қыз бала анасы Жәмиляны, әжесі Нағиманы қатты жақсы көрді. Камила сол кеткеннен тағы да хабарсыз кетті. Ол келсем полиция ұстап алады деп келмеген шығар. Бірақ қайда жүр, хабарын беруге болады ғой. Тіпті тастап кеткен кішкентай баланың да тағдыры не болды деп ойламаған несі. Айпырмай, мен жақта тегімде мұндай безбүйрек адам жоқ еді. Камила кімге ұқсады, кімге тартқан деген ойлар Нағиманың ылғи жүрегін ауыртатын. Уақыт деген зымырап өтті де кетті. Айлан да 1-ші сыныптың есігін ашты. Бұл да қуаныш. Жәмила біреумен тұрмыс құрмаса да, осы кішкентай қыздың жағдайын жасап, үлпілдетіп киіндіріп қоятын. Оның үстіне мектепке дейін талай дайындықтардың өткізіп, білімі кенде болмасын деп, ой өрісінің жан-жақты дамуына да жағдай жасап отырды. Зейнеткерлікке шыққан Нағима қызы мен немересі үшін ол да барлық қолынан келген көмегін аямады. Жәмиланың жұрт қатарлы өмір сүргеніне риза еді. Ішіндегі жегі құрт, Камила қайда жүр, неғып жүр деген ғана жүрегіне дамыл бермеді. Тұрақты жол таппай адасып қаңғып жүрген осы қызының болашағына ғана көзі жетпей қиналатын. Көп ұзамай Камила 2 кештің арасында тап болды. Оны Нағима да, Жәмила да танымай қалды. Басына жұқа қара шәлімен тұмшалап, етегі ұзын қайра қара көйлегімен көміліп келіпті. Жалғыз емес, қасында ешкінің сақалындай селдіреген жұқа сақалы, мұрты бар. Басына қара телпек, үстіне жеңі ұзын көйлек пен тобықтан жоғары шалбар киген бір ұзын бойлы ер адам бар. Білем, сендер мені күтпедіңдер, білем. Мені сендер іздемейтіндеріңді де білем. Бірақ мен осы шаңыраққа келуге құқылымын. Бұл менің де үйім, тек сендердікі емес деп келе сала кінәлай сөйледі. Басында кішкентай бантигі бар Айлан тосын қонақтардан үрке қарады. Айланды бірден көзі шалған Камила бет-аузындағы тұмшасын сәл ашыңқырап: «Бұл кім болды екен, а? Атын кім сенің? Кімнің қызысың?» деп сұрақтарды жаудырды.
шешесіне бір, әжесіне бір қараған Айлан сескеніп төргі бөлмеге қарай кетіп қалды. Қызым, алдымен амандасайық та, келе іздемедіңдер деп кінә аударма, адамға ұқсап келсейші. Мынау не үстіңдегі қап-қара жамылғы, ал қасындағыны танымадық. Таныса жатармыз, енді жоғары шығындар деді. Біз Алланың жолында жүрген адамдармыз. Қасымдағы менің күйеуім Тубаш. Біз екеуміз де мұсылманбыз. Мен кәпір емеспін. Қазір намаз оқимыз. Аллаға құлшылық етеміз. Таза адамдармыз, деді Камила. Содан соң өзінің сөзін ары жалғастырды. Біз осы үйде тұрамыз. Бізге бір бөлме керек. Жуынамыз, дәрет аламыз, намаз оқимыз. Менің бұрынғы бөлмем бос болмаса босатыңдар. Жамила сіңлісінің мына қылығына мүлден шошыды. Осындай қараға көмілгендердің адал пиғылды болмайтындарын естіген. Көрмейсің бе, енді сіңлісінің бәрін тауысып осы жолға түскенін. Бұл үйге бұлар дұрыс оймен келмеді, сақ болу керек, деді ішінен. Сөйтті де еш нәрсе деместен Айланның соңынан кетті. Айлан шешесі Жамиланы көрісімен: «Мама, бұл біздің туысқандарымыз ба?» деп сұрақ қойды. Айлан, сен қазір тез киін, мектепке бара жатқанда жолда бәрін түсіндіремін деп қызының тез киінуі үшін көмектесе бастады. Сол кезде Камила бұлардың қасына өзі келді. «Сен маған айтпадың ғой, атың кім?» деді Айлан. Жақсы ат екен, ал кімнің қызысың?» «Мамамның, сосын әжемнің қызымын». «Мамаңның аты кім?» «Жамила». Балаға мұндай сұрақтар беріп тұрған Камила мүлде Жамилаға ұнамады. «Камила», деді сіңлісіне, «үйге келдің бе?» «Келдің». «Қанша жыл өтті, енді пайда бола қалдың. Бұл үйдің өзің сөзіңді байқап сөйлейтін бол. Балаға көп сұрақтар бере берме, түсіндің бе?» деді ар жағын өзің білесің дегендей мензеп. Алла тағала, шүкір, тағы да шүкір, деді Камила. «Қызыма аман есен жеткіздің». «Айлан, сен менің қызымсың. Маман саған айтқан жоқ па? Мен алыста болдым. Саған көп ақша әкелдім», дей бергенде Айланды қолынан ұстап Жамила сыртқа атып шықты. «Ол апа айта береді. Сен оның айтқанына сенуші болма. Ол Камила тәтен, менің туған сіңілім. Біз екеуміз Нағима әжеден туғанбыз, ал сен менің туғанымсың». «Камила тәте, көрдің ғой, біртүрлі, иә? Ондай адамдар жас қыздарды алдап алысқа алып кетеді. Сен сұлусың, әдемісің», деді Жамила. Өзі бұл сөзді айтарын айтса да ішінен ойлап келе жатыр. Бұлармен бір үйде қалай тұрамыз? Бір күн болмаса бір күні Айланға басқаша айтып, мені Айланнан бөліп әкетіп қашып кетсе қайтемін? Менің бақытты өмірімді күл-талқаны шығаруы бұған түк емес. Жүрмеген жері жоқ. Қараға көмілгендердің ұйымына кіргенін айтсашы, бізге енді өте қауіпті жағдай келді. Нағима қызы Жамила Айланды алып кеткен соң, қызы Камиланы қасына шақырды. «Камила, сен мынау шоқша сақал күйеуің бе, жоқ жолда жүретін жай серігің бе? Екеуің баратын жерлерің жоқ па? Мұнда ұялмай қалай келдің? Есіңде ме кішкентай баланы үйге шарқыратып тастағаның? Менде жазып қалдырған қағазың әлі сақтаулы. Сонда сол қыз өліп қалады деп бір ойладың ба? Ойлаған жоқсың. Осыншама сен қалай қатыгез болдың өз балаңа. Енді келіп үйге де менікі деп отырсың. Бұл үйде де бізде де ана қызда да шаруан болмасын. Қазір полиция шақыртып екеуіңді ұстатып жіберемін. Осы уақытқа дейін қашып қайда жүрдің?» «Әй, шеше!» деді дауыс көтеріп Камила. Бұрынғыдай мама демеді. «Полицияны қазір шақырт. Бізді ұстай алмайды. Біз оған мынаны алдын ала төлеп қойғанбыз», деп қолының бас бармағын шытырлатып ақша бергенді меңзеді. «Енді олар бізге еш нәрсе істей алмайды. Ал мен қызымды өзіме аламын. Өйткені мен тудым. Биологиялық анасы менмін. Маған еш қайсыңның еш нәрсе дей алмайсыңдар. Мен ерігіп тастаған жоқпын ол кезде. Мені түрмеге қамайтын болған соң қашып кеттім. Ал сендер қызың екеуің менің көргенімді көрген жоқсыңдар», деді тағы да. «Сендер кәпірсіңдер, қызымды кәпірше тәрбиелейсіңдер. Оған мен Алланың атымен атайын, жол бермеймін», деді. Сол күннен бастап Нағима мен Жамиладан маза әбден кетті. Анау екеуі босатып берген бөлмеде күбір-сүбірімен өздерінше болды.
Таңертең сақалды еркек «Аллаху әкбір» деп азан шақырып ұйқы бермейтінді шығарды. Дастарханға қойылған асты тексеріп, мынау халал ма, мынау арам емес пе деп сұрағанда Жәмила түгілі Нағиманың жыны келеді. Камиляның о бастағы ойы арам еді. Мынау 3 бөлмелі үйді қалайда өзі иелену. Қазір бұл үйдің иесі Нағима мен Жәмила. Шешесінің жасы келді, оның жолы жеңіл. Жәмиладан құтылса 2 жеп биге шығады. Үйде де қызға да ие болады. Осындай пиғыл мен талай жоспар сызды. Соның бәрінде өзі және қызы аман қалуы керек. Ақыры тапты. Мен келгеннен бері сендерге тамақ істеп жүрсіңдер. Мен бүгін өзім білетін Қытай асханасынан бір тағам әзірлеймін. Өкінбейсіңдер, тәбеттерің ашыла түседі, деді таңертең Камила. Мен онша қаламаймын Қытай асханасын. Бұрышы көп ащылау болады. Ол асқазаныма жақпайды, деді Нағима қызына. Ендеше Айлан екеуіне ұйғыр асханасынан лағман жасайын. Ол енді ащы емес, деді тағы да Камила. Камиланың бұл қадамына дұрыс болды деп Жәмила қуанып қалды. Сол күнгі түскі асқа сақалды күйеу мешітте болатынын, түскі асқа кештеу келетінін ескертті Камилаға. Түскі асқа Камила Қытай асханасы бойынша тағам әзірлеуге кешкерек барлық көкөністерді әкеліп қойған екен. Соларды қатарластыра шығарып, салаттың неше түрлерін әзірлеп дастарханды түрлендірді. Сусындарды да ұмытпапты. Қойған шарты былай: тек өзім қолдан құйып беремін. Бұған ешкім араласпайды. Бағасын сосын бересіңдер. Дүнған асханасынан әзірленген тамақта, Қытай асханасымен әзірленген тамақта қатар әзір болды. Барлығы үстел үстіне жайғаса бергенде сақалды күйеу жетіп келді. Қолын жуып дастархан шетіне жайғасты. Бұл кезде кухняда жүрген Камила жеке-жеке тарелкілерге құйылған тағамды дастарханға әкеле берді. Пау, қытайлық тағам-ай, исі мұрынды жарады. Тезірек әкелші, қарын деген шырқырап тұр, деген сақалды күйеу. Қолына тарелкі тиген Жәмила қарны ашып келді ғой деп өзіне берілген тарелкіні сақалдыға жылжытты. Ол асығып, аптығып, ох деп сүйсініп жеп жатты. Камила үстелге келгенде тарелкідегі асты күйеуі жеп отырғанын көріп таң қалды да қолындағыны әпкесіне берді. Ал тарелкадан дәм татқан сақалды күйеу бірден аузына көбік атып, қасындағы үстелге сұлай түсті. Тілі салақтап қалды. Ішім дей берді. Оны көрген Нағима Жәмилаға: ішпе, алдындағыны, мына тарелке сенікі еді ғой, сен оны анаған бердің. Камила біреумізді уламақшы еді. Күйеуі кетті, шақырыңдар жедел жәрдемді, деді. Ешқайсың Камила дайындаған тағамды ішпейсіңдер. Мына тарелкіні мен тексеруге жіберем, деді Нағима. Жедел жәрдем келгенде сақалдының түрі көкпеңбек болып өзгеріп кеткен еді. Барған соң қатты уланғаны сондай тілге келмеді. Түннің бір уағында сақалды күйеу өмірімен қоштасты. Камила үн қатпай тұрған. Күйеуі өлгенін білген соң қатты айқайға басты. Өкіріп, басын ұрып жылады. Қара жамылғыны басынан лақтырып жіберді. Шашы дудырап, қолымен 2 шекесін қысып, ішіндегісін ақтара берді. «Почему мне не везет, а? Почему я такая невезучая?» деп орысша шатты бұтты араластырып сөйлей берді. Ешкім сұрап жатпаса да айтып жатыр. Тағы да жолым болмады. Мен оны емес, Жәмиланы уландырғым келген. Мен өлтіріп алдым оны. Тамаққа әжетхана тазалайтын химиялық тазартқышты қостым. Мен тағы дей берді. Кісіге өр қазба, өзін сүйсің деген осы. Камила қорғаушы жалдаудан бас тартты. Не болса да өзім көремін деген сөзден танбады. 3 айдан кейін сот үкімі шықты. 6 жыл бас бостандығынан айырылды. Алайда колонияға барған соң 1 жылдан кейін Камила тағы бір әйелді өлтіруге қатысты деген айып тағылып, мерзімінен тағы 3 жыл қосылды.